Кәсіпқой бокс тарихында 100 жылға жуық уақыт аса ауыр салмақтың чемпионы тек қара нәсілді боксшы болған болатын. Алайда 90 жылдардың ортасында Томми Моррисон өзінің жуан жұдырығымен тарихты өзгертеді. Дегенмен 25 жасар Моррисон басына қонған атақ даңқты көтере алмайды. Біз бүгін бокстың үлкен ақ үміті саналған Томми Моррисонның қайғылы өмірі жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Томми Моррисон 1969 жылдың 2 қаңтарында ақш-тың Грейверт қаласында дүниеге келеді. Анасы жергілікті жердің қызы болса, әкесі Шотландия азаматы болған екен. Моррисондар отбасы ата-бабасынан бері боксшылықпен айналысқанмен, жас Томми алғашында боксқа мүлде қызықпайды. Тек аздап бұзықтау оны тәртібі үшін бейсболдан қуып жібергеннен кейін ғана ағасына еріп бокс залына бара бастайды. 13 жасқа толғанда Моррисон ақша табу үшін заңсыз ұйымдастырылған қолғапсыз төбелестерге қатысып жүреді. Дегенмен бұл жердің тәртібі бойынша төбелесушінің жасы 21-ден асуы тиіс болатын. Сол үшін Томми өзіне жалған куәлік жасатып алған көрінеді. Әрі еңгезердей Моррисонның 13 жаста екендігі ешкімнің ойына кіріп те шықпайды. Дегенмен бұл ұйым көп ұзамай жабылып қалған соң әуесқой боксқа қайта оралып, ақш-тың бірнеше ірі турнирлерін жеңіп алады. 88 жылғы Сеул олимпиадасына жолдама ала алмаған соң кәсіпқой боксқа ауысуға шешім қабылдайды. Боксшыдан гөрі грек-рим күресінің палуанына көбірек ұқсайтын 19 жасар Моррисонның қолдары өте жылдам, әрі соққылары өте ауыр болатын. Оның әсіресе сол қолмен секіріп соғатын хук соққысынан көптеген боксшылар зардап шегетін болады. Герцог лақабатымен рингке шығатын Моррисонның алғашқы 5 қарсыласы бірінші раундтан араспайды. Тек 6-шы жекпе-жегінде кездескен Траори Али есімді боксшы лайықты қарсылық көрсетіп, тіпті бірнеше тура соққыны өткізіп те жібереді. Бұған ызаланған Моррисон қарсыласын құлаштап тұрып соғатын соққылармен қолай бастайды. Қарсыласын 3 раунд бойы қуған Герцог 3-ші раундта апперкотпен қуып жетеді. Орнынан көтеріліп, келесі раундқа да жеткен Али тағы да сол апперкоттың құрбаны болып кетеді. Моррисонның қарсыласын құлатпай қоймайтын мәнерінен тағы да 5 боксшы зардап шегіп, 20 жасар Герцогтың статистикасы 11 жеңіс, 11 нокаутқа да жетеді. Осы сәтте жас талантты Майк Тайсонның менеджері болған Билл Кейтон байқап қалып, оны өз қол астына алады. Осы қарқынмен Моррисон тек 89 жылы бір жылдың ішінде 19 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жетсе, оның тек 4-еуін ғана төрешілер шешімімен аяқтайды. Қазіргі таңда жылына бір рет рингке кейде шығып, кейде шықпайтын боксшылар үшін бір жылда 19 жекпе-жек өткізу дегеніңіз ертегі секілді көрінеді. Бірақ бұл 80 жылдың боксшылар үшін дүкенге нан алуға барып келу секілді әдеттегі жағдай болатын. Енді 20 жасар Томми Моррисон жайлы бүкіл ақш жұрты ести бастайды. Жанкүйерлер Моррисон мен Тайсонның жекпе-жегін асыға күте бастайды. Алайда өзінің жеке шаруаларымен басы қатып жүрген темір Тайсонның бұл уақытта Моррисонға мойын бұруға уақыты жоқ болатын. Сол себепті Томми басқа қарсыластарды тоқпақтауын жалғастыра береді. Дәл осы уақытта Моррисонның еңгезердей денесімен түріне қызыққан Сильвестр Сталлоне оны Рокки фильмінің 5-ші бөліміне түсуге шақырады. Осылайша бұрыннан да танымал болып тұрған Моррисонның есімі енді бокстан да ары асып кетеді. Жанындағылардың айтуынша, Томми өзін ешқашан әйелден шектемеген көрінеді. Фильмге түсу үшін Моррисон бокстан 6 айға қол үзіп қалады. 90 жылдың ортасында қайта рингке шыққан ол, қарсыласын нокаутқа жіберу кезінде қолын жарақаттап алған екен. Осының кесірінен тағы да 4 айға демалыс алуға мәжбүр болады. Дегенмен бұл үзілістер Герцогтың шама-шарқына еш әсер етпейді. Қолын емдеп алып, қайтадан рингке шыққан ол, бұрын Майк Тайсонның өзі құлата алмай қойған Джеймс Тиллисті 2 минут ішінде жермен жексен етеді.
Morrison, even if we're wondering if Tillis is... Well, there it is. That's it. Арада бір ай өткенде бұрынғы әлем чемпионы Пинклон Томас бір раунд таяқ жеген соң екінші раундқа шықпай қояды. Осы сәтте Моррисонды ақштың жанкүйерлері аса ауыр салмақта қара чемпиондардан құтқаратын боксшы ретінде қарап, оны бокстың үлкен ақ үміті атай бастайды. Сол үмітті ақтау үшін 91 жылдың соңында Моррисон WBO белдігінің иесі Рэй Мерсермен жолығады. Бұл екі боксшы әуесқой бокста жолыққан болатын. Сол кезде Мерсер жеңіске жетіп Олимпиада чемпионы атанады. Тек қайтаруға деген құлшынысы тым басым болған Моррисон салған жерде Мерсердің басын жұлып түсіруге ұмтылып шабуылдай бастайды. Алайда қу Мерсер еш шаспастан клинч жасап қауіптен құтылып кетіп отырады. Дегенмен үшінші раундта Моррисон қарсыласты құлатудың аз-ақ алдында болады. Бірақ тез шаршап қалған ол енді тізгінді Мерсерге беріп қояды. Өзіне берілген мүмкіндікті артығымен пайдаланған Мерсер 5-ші раундта Моррисонды ұйықтатып жібереді. Өкінішке орай алғашқы соққылардан-ақ есін жоғалтып алған Томми арқанға ілініп құламай қалған болатын. Соның кесірінен тағы да бірнеше артық соққыны өткізіп алады. Бұл жерде реферидің де ұйықтап қалғандығын айта өту керек. Осындай артық соққылардан қаншама боксшылар өліп кетіп жатыр. Дегенмен бір басында бірнеше адамның денсаулығы бар Моррисон арада 4 ай өткенде рингке қайта оралып, нокауттар жиынтығын толтыра береді. 92 жылдың жазында кездескен Джон Нип есімді боксшы нағыз соққыға піскен төзімді боксшы екен. Моррисон қанша тоқпақтағанмен соққылардың барлығын жұтып отырады. Тіпті 5-ші раундтағы ауыр нокдаунда оның сағын сындыра алмайды. 9-ші раундқа қарай жағы сынып қолдарын жарақатта болған Моррисон мінезінің арқасында Хиптің қарсылығын тоқтатады. Осы жекпе-жекте біраз денсаулығынан айырылған Томми қалпына келу үшін 6 айға жуық уақыт үзіліс алады. Рингке қайта оралып, тағы 3 рет жеңіске жеткен Моррисон 93 жылдың жазында бос тұрған WBO белдігіне таласуға кезекті рет мүмкіндік алады. Бұл мүмкіндікке 44 жасар Джордж Форман да ие болған екен. 10 жылдық үзілістен соң қайтадан мансабын жалғастыруға шешім қабылдаған Форман қайтадан сол жас кезіндегідей қарсыластарды қалпақтай ұшыруда болатын. Өзі де қалпаққа айналғысы келмеген Моррисон бұл жекпе-жекте өте сақ жұдырықтасып, Форманның қолы жететін жерге жақындамауға тырысады. Ал жасы келіп қалған үлкен Джордж 24 жасар қарсыласының жылдамдығына ілесе алмайды. Бұл жекпе-жекте Моррисон ұпай санымен жеңіске жетіп, әлем чемпионы атанады. Осылайша көп жылдардан бері алғаш рет аса ауыр салмақта ақ нәсілді боксшы чемпиондық белдікті беліне байлаған болатын. Бірақ бұл қуаныш көпке созылмайды. Моррисон белдігін алғаш қорғау кезінде ешкім танымайтын Майкл Бент есімді боксшыдан жеңіліп қалады. Әдетінше алғашқы секундтан бастап қарсыласқа тұра ұмтылған Томми қарымта соққыға түсіп қалып нокдаун алып қалады. Сол күй есін жимаған ол бар жоғы 1,5 минут ішінде 3 рет құлап тұрып белдігінен айырылып қалады. Дегенмен Моррисон жас боксшы, тез арада қалпына келетін ол арада 4 ай өткенде рингке оралады. 94 жылдың жазында Росс Пьюрити есімді боксшымен өткен жекпе-жегі Моррисонға қиын тиеді. Кездесуді жақсы бастаған ол, жекпе-жек ортасынан аса шаршап қалып, 6-ші раундта және 10-ші раундта нокдаунға түсіп қалады. Есі креслі шығасылы болып әрең аяқтаған Моррисонның бұл жекпе-жегі тең есеппен аяқталған екен. Осы жекпе-жектен бастап Моррисон есірткі қабылдап, түнгі клубтарда ескеткенше ішімдік ішуді әдетке айналдыра бастайды. Оның үстіне жас боксшыға жеңіл жүрісті әйелдерде үйірі болатын. Осындай жүріспен 8 айдан соң барып қана рингке оралған Моррисон қайтадан жеңіссіз жолға түскендей болады. 95 жылдың жазында ол канадалық боксшы Донован Раддокпен жолығады. Кезінде Майк Тайсонның өзімен 2 рет жекпе-жек өткізген Раддок алғашқы раундта Моррисонды сұлатып түсіреді.
Бірақ құлап тұруға ет үйрене бастаған Моррисон екінші раундтан бастап есе қайтара бастайды. 6-шы раундта соққыдан есеңгіреп қалған Моррисонды қууға тұра ұмтылған Раддок өзі аяқ астынан жалп ете қалады. Орнынан көтеріліп, тағы да таяқ жей бастаған Раддокты рефери құтқарып қалады. Арада бірнеше ай өткенде, қарсы алдындағының барлығын нокаутқа жіберіп келе жатқан Леннокс Льюиске қарсы жекпе-жек өтеді. Льюиске қарағанда әлдеқайда жас болғанмен Моррисон бабын жоғалта бастаған болатын. Бұл жекпе-жекте ол британдық боксшыға ешқандай қарсылық көрсете алмайды. Льюистің әрбір салмақ салып соққан соққысынан құлай берген Моррисон дегенмен жігітше жұдырықтасады. Алайда 6-шы раундта рефери Милс Лейн бұл ұрып соғуды доғарады. Осы жекпе-жектен соң медициналық тексеріс кезінде Томми Моррисонның ағзасынан ВИЧ ауруы бар екендігі анықталып, ол спорттан мүлде шектетіледі. There was a certain point in time in my life that I lived a very permissive, fast, reckless lifestyle. Have more extensive tests run. And I was informed just a little while ago that those tests do in fact confirm that I have tested positive for the HIV virus. Бірақ соған қарамастан, ол 96 жылдың соңында Жапонияда жекпе-жек өткізіп, жеңіске жетеді. Дегенмен ақштан басқа жерде төбелескісі келмеген Томми, ішімдік пен есірткіге мүлде салынып кетіп, хабар-ошарсыз жоқ болып кетеді. Тек арада 10 жыл өткенде ғана барып, 2007 жылы Томми Моррисонның ВИЧ туралы диагнозы қате болған екен, оның денсаулығына бәрі дұрыс екен деген сыбыс шығады. Сонымен қатар, сол жылы 38 жасар Моррисон рингке қайта оралып, 2 рет жеңіске жетеді. Алайда 2010 жылға қарай оның денсаулығы нашарлап, спорттан мүлде қол үзіп қалады. Арада 3 жыл өткенде 2013 жыл 1 қыркүйек күні Томми Моррисон қайтыс болады. Оның нақты қандай аурудан қайтыс болғандығы белгісіз, бірақ өмірінің соңғы жағында ол жүріп тұрудан мүлде қалған көрінеді. Бұл кезде оның жасы бар болғаны 44-те болатын. Моррисонның артында қалған 2 ұлы да қазір кәсіпқой боксшылар, бірақ таланты жағынан әкелеріне жетпейді әрине. Томми Моррисонның өмірі қазіргі жастарға сабақ боларлықтай. Бар болғаны 27 жасына дейін кез келген боксшының армандайтын жетістіктерінің барлығына жеткен онда барлығы болатын. Денсаулық десеңіз денсаулық, байлық десеңіз байлық, атақтан барлығы бар. Тек нәпсісіне ие бола алмаған ол, соның барлығынан бір-ақ күнде айырылып қалады. Міне достар, әйгілі Томми Моррисонның өмірі осылай өткен екен. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.